жиналды, шын бақытты күтсеңдер, отбасы бол иманды. Шын бақытты күтсеңдер, отбасы бол иманды. Осы тойға бақытты қайта тілейік, бұл отбасын үлгі етіп айта жүрейік. Бұл ғаламға сыйғандар, бір-біріне меймандар, өмір деген өткінші сыйласыңдар, сыйлаңдар. Бақыт қонып үлгерсін, бар қызықты бір көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Сезім ай түсіп кетті есіме, ғашық болған кезім ай. Бұл ғаламға сыйғандар, бір-біріне меймандар, өмір деген өткінші сыйласыңдар, сыйлаңдар. Бақыт қонып үлгерсін, бар қызықты бір көрсін. Кім қуанса құдалар келді, құдалар бірге болайық, мәңгі құдалар, құдалар өзге құдалар. Allah olsa ben de kulağları bulamıyorum. Kadın buralar. Olsa kadın ben arada. Geliyor adamlarımızın arkadaşı. Şimdi gezgin tutsun. Allah Жүрміз біз жүрегіміз сіздемай, барағайын жиналып той жасайық ұзамай. Құлағуы қайтайық, жинаудың малайын, көкпар тартып шапатып, ауылыңды аулап жатып, бір марқайып қалайық. Бәрін жақсы ұғамыз, біз бұрыннан құдамыз, ілгеріде біргеміз, ажырамай біргеміз. Ал енді ішке кірді бірінші кіріп құда бола құдашылар нан істеп, сонан кейін барып ашық аспан сырттағы ресторанға шығайық аға. Ішке қарата бірінші кірейік.
бата берейік, жақсылыққа келейік. Далада береді дейді аға. Аға далада береді. Аға шығады. Аға. Қадірлі сабырлар, құдалар, Алла қаласа құдалар келіп жатырық қой, екі жас бір-бірін тауып, Алла қалап екі жастың арасына Құдай қаласа алтын көпір салайын деп жатыр. Алтын көпірлеріңіз мәңгілік болсын деп тілейік. Оң солы бұрынғының жолы деп, салтын сақтамаған санасыз дейді, дәстүрін дәрттінің дәрмесі дейді. Рұқсат болса салтымызды, дәстүрімізді дәріптеп, енді бір аумин батамызды құдалар жаттың дастарханға бір аумин баталарыңызды берсеңіздер. Аумин. Ал, Құдай барсын, сәулет кең болсын, жастарымыз бақытты болсын, еліміз сау болсын. Жылдан әрқашан осы үйге жақсылықта тойға келейік. Осы қойдық, Алланың бағасын қойдық, енді астан алып, содан кейін бар далаға шығып дастархан. Ағарғанды үй жіберсін, қымыздан үй біреу жіберсін. күміз үй жібер, бір қатар соның ішін содан кейін бар. Содан кейін бек болады. Не қылсын, бір дастарханға бір Құран оқып жіберсін, содан кейін далаға шығып дастарханға отырғанға рұқсат сұрап далаға шығарыңыз. Сәлемді кешіріп келдіңіздер, жол алыс. Оған енді айып жоқ шығартып, біз айыпты болайық деп отырмыз сіздерді, кешіріп қалдыңыздар. Мына бір күнде салқындап қалды әтпесе. Жөн сұрамайық. Кеп болатан әксейін. Жөн сұрамайық. Шынар. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر ولا هل نخلق رحيم بلى وهو كل عليم إنما أمره إذا شيئا أن يقول لكم فيكون فصبحا الذي بيده ملكة كل شيء وعليه السلام صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin. Осы қол жайып атқан раматтардың ата-бабаларының жеті ата-бабаларымыздың құда-құдағыларының ағасы қайтып құлақтары Allah'ın rahmeti Muhammed'in şefaatini çektiği yer bilemeyin. İslam diye kuatlı. Hasıkları ülkesi varlıkla yakıp Zahlar baktı olup. Ülkesi kutlu olup. Süsleşim dağlam olup. Altıran masakları yetip. Öbürü şübürü var. Osladın kuansı körüge Allah Teala nasip etsin. İmanımızga nur diyetimizi şifa gidin, şifaat etsin. Kaçalarına itibak. Bebişlik kalsın, bebişliğin versin. Ozu kelmeden kadamları kutlu olsun. Bu da 1000 yıllık, yok olur, 100 yıllık olur. Sizleri de çiğnesip, şilaştırıp, rızık nasip edin, oğulları verip kalsak, masada yiyin, masaları çalışın, yüre bireyim. Safaların bir katar olsun. Allahümme fiili ve letayye ve istadi ve cebde ve müslümat ve müslümat ve muhade ve rafi derece hacı ve kazayet ve mecine bereket. ربنا اتنا في القناة النار برحمتك Енді құда-құдағылар мынау қара бойлы деген еліне келіп отырсыздар. Жақсылық келіп отырсыздар. Енді мынау Балжан қызымыздың Асқар Төде әкесі қалғандарын сыртта таныстырамыз. Асқар Төде әкесі осы жерде Бекболат міне. Алла қаласа құда боласыздар, туысқан кісі. Енді анасы міне Ләззат.
Аға. Аттарда әдемі екен, күйеу баланың аты Бағдәулет, Бекболат, Балжан үшеуі де бұдан басталады. Ол бір Алланың берген керемет сыйы деген сияқты. Ана рұқсат болса, алыңыздар, соның қалған далада жалғастырып таныстыра жатармыз, таныстырымыз арғата артады. Бірінші дастархан басына жайғасып беріңіздер, үлкендеріміз бастап, жақсылықпен қостап, қай орынға отырғаныңды төрдеп біл, алағайын ал десе алдыңдағын ал деп біл, қай жақсылықпен сыйласаң сол жақсылықты бал деп біл демекші, қай отырған орнымызды төрдеп білсек, нұр үстіне нұр, артынан шыр демекші, дастархан басынан орын алайық, жайғасайық, құтты орындарымыз қонайық. Бірінші дастархан басы, алыстан аттелеп келіп отырған қадірлі қонақтар, құда келер. Sen ana жаққа тұршы, мына жерге аталар, апалар өте. Жайғасайық. Жақыннан соқсын Көзіме қара, ұялма менен жымиып қана қарайсың төмен билеуде бәрі қалмайық қалыс ортада тағы билік бар жағында бері тартынған жоқсың жүректерден Әлен дастархан бастан орналайық, жайғасайық, қадірлі сабырлы ағайын туыс бауырлар. Алыстан аттелі өткелен құда-құдағылар, құда-бала, құдашылар жайғасты, енді қалғанымыз жайғасайық. Ортада тұрмай, әңгіме дүкен құрмай, бір кісінің баласындай, бір қолдың саласындай, дастархан бастан орналайық, қай орын отқанды төрдеп білейік. Әленді рұқсат етсеңіздер, қадірлі сабырлы қонақтар, ән айтып бейбеледен қашпайық, сөз сөйлеп тілек айтудан саспайық. Сіздер рұқсат етсеңіздер, ұлан ғасыр мерекелі берекелі қазақтың салт дәстүрі бойынша қыз ұзату тойымызды шапалақтың қошеметімен бастайық. Кәнекей, шапалақ, қошемет, құрмет қалайық. Құдалықтарыңыз Алла қаласа мәңгілік болсын дейік.
Шабалақ, қошемет, құрмет. Ал енді рұқсат етсеңіздер, сонау алыстан аттелетіп келіп отқан, жақсылыққа еніп отқан, естуімізше қасиетті артына келетін Қоңырат елінен келіп отқан, бүгінгі балжанымыздың қолын сұрап отқан, Қарақойлы еліне 10 қадаммен еніп отқан, пайғамбар Алла қалап күйеу баласын сыйлады деген ниетпен күйеу баламызды қарсы алайық, қошеметтеп қана, құрметтеп қояйық, шапалақ соғайық. Қадірлі, сабырлы, құдағилар, ағайын туыс, бауырлар ортада бүгінгі қадірлі, сабырлы Қоңырат елі ғой. Дұрыс айтып жатырмын ба, құдалар? Дұрыс айтып жатырмын ба? Қасиетті қартынан келетін Қоңырат елі және де Қарақойлы елінен еніп отқан бүгінгі қадірлі, сабырлы ағайын туыс бауырлар шаңырағына шаттық елатқан. Кеттік ал! Қошемет! Жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер. Арландай, тарландай біздің жігіттер. Біздің жігіттер. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер. Сегіз қырлы әл сұрлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер. Арландай біздің жігіттер. Мені мүмкін кіші алшақын туыс бауыр ағайын. Шын көңіліммен сіздерге айтамын. Қазіргінің жігіттері болмайтын біздің жігіттерге жарылғазда. Атасы да, ағасы да сыйлай берші ажыратып жатасың ба? Қолдан келсе үлкеннен баталайық, ықылас үлкеннің тілегімен батасын да деп, асаба төріне келетін алғашқы ақ тілек батамен аш беретін осы біздің әулетіміздің үлкені, бақыттай ағамызды, көкемізді, атамызды шапалақты шаттандырып, асаба төріне аттандырып жіберейік. Келіңіз бақтаға, асаба төріне еніңіз, бүгінгі тойдың бетпересін батамен аш беріңіз. Ортаға келіңіз жәнеге. Алдына құдағилар келген қадамдағы ғұмыр жаусын. Мына екі бала бүгін шаңырақ тігіп отыр. Шаңырақтары биік болсын, босағалар берік болсын. Екі бала бақытты болсын. Әр уақытта жақсылық болып, сіздердің Қоңырат елінің тұқымдарын көбейте берсін. Біз де соған тілектеспіз. Әр уақытта жақсылықта, осындай той тойымнан да бас қосайық бәріміз. Аман болыңыздар. Аумин, айтқаныңыз келсін, періштеге шалынып, Алла аумин десін, жақсылардың қасынан бақтаға дастарханның басынан орналайық. Дастархан басына жайғасайық, құтты орындарымыз қонайық. Айтқаныңыз келсін, періштеге шалынып, Алла тағала аумин десін. Енді бақтағамыз бүгінгі қыз ұзату тойымыз ашылсын деді. Сіздер айтқан жақсы сөз шашуда болып шашылсын деді. Қолға алып сусындарды ашыңыздар, көтеріп бір кеуілді бір тасыңыздар. Балжан қызымыздың қыз ұзату құдалық тойында қадамдарыңызды бақытқа деп басыңыздар. Құлақтан кіріп бойдалар, әсеменмен тәтті күй, көңілге түрлі ойсалар. Әнді сүйсең менше сүй деп ғұлама Абай атамыз айтпақшы. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әсем әнде. Баршаларыңызға мың алғыс деген ниетпен келесі әніміз арналады. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Алла қаласа құдалықтарыңыз мәңгілік болсын дейік. Бақыт бары көрінбейтін арақтанда, біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанды. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңды бағалады тәубаға түн. Жарықты сыйғып беріп сана беріп, жасаған жоқтан барды алғыз. Алғыз анаға, алғыз әкеге, алғыз жас бекерге, алғыз бауырға, алғыз
дүниеде алғысың алғыс болып қайтады деп алғыс анаға алғыс әкеге алғыс жас пен кәріге алғыс бауырға алғыс ауылға алғыс елдің бәріне алғыс анаға алғыс әкеге алғыс жас пен кәріге алғыс бауырға алғыс ауылға алғыс елдің бәріне алғыс анаға алғыс әкеге алғыс жас пен кәріге алғыс бауырға алғыс ауылға алғыс елдің бәріне алғыс елдің бәріне Баршаларыңызға мың алғыс, қадірлі қонақтар. Құдаларға танысты деп жағадан алғандай болмай, енді бір-екі пиала шай ішіп әлденіп алсын құдалар. Сонан кейін жол сұрасамыз, жөн сұрасамыз, таныстырамыз, рұқсат болса, Олай болса, оңыз солы, бұрынғының жолы деп, баршаларыңызға ассалаумағалейкум деп сәлемдестім. Сәлемсіз сөз бастамайды, әлемде ешкім. Қиялдарды биікке ұшырғандар, тәтті тағамын қонақтарға ұсынғандар. Мұхаммед алейхиссалам үмбеттері мұсылмандар. Тойымыз тойғаласып шырқақтады, 30 жыл болды, біз қазақ болып үн қатқалы. Бір жақсылап тұрып, қол соғайықшы, тірі болсақ тәуелсіз елдің ұрпақтары деп бір амандықтың белгісі olsun. Біз жақталы бір шапалақ соғып қояйық, Бәрекелді. Ал олай болса таныстыра кететін болсақ, шаңырағына шаттық елатқан, босағасына бақыт елатқан, керегесіне керемет елатқан, Алланың құлы, Қарақойлы елінің ұлы. Бүгінгі Бекболаттай көкеміздің отбасында, Ләззаттай әкеміздің ошақ қасында, дүбірлеткен қазақтың салт дәстүр бойынша балжанымыздың қыз ұзату құдалық тойын ескеріңіздер. Сырты дәулетті, іші сәулетті. Бүгінгі Абдыкаимовтардың тойына қалайық құдалығына қош келдіңіздер. Бәрекелді. Ал енді рұқсат болса, бірінші таныс, екінші таныс біліс, үшінші таныс алыс беріс, төртінші таныс құдалардың төс қағыс деп жатады. Енді рұқсат болса, соны Қоңырат елінен келген, туғын желбіретіп, Қарақойлы еліне оң қадаммен енген, қынау Құдай қаласа құда-құдағи болайын деп жатырық қой. Сіздер жолымен, жасымен таныстырып өтсеңіздер, сонан кейін біз арғарда тілекті жалғастырсақ. Біз жақтағылар біліп алса, жолымен, жасымен, бір сөзбен айтқанда сіздер жайша жүрсіздер ма деп жатыр аяқтағылар ақыры. Қыз алуға кетті деп, бәрекелді. Олай болса, соны түсіндіріп кетсеңіздер, қай ел, қандай деп, қайсы өзіңіз ба? Сіздің түріңізге ұқсайды екен, бір таныстырып әдемілеп тұр бе? Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар. Бүгін үлкен өз қазақ дәстүріміздің құдалық деген той бұрыннан ежелі келе жатқан той ғой. Сол тойларыңыз құтты болсын. Осы тастардың кеңінен жайылып, бұдан да үлкен тойлар осы үйде бола берсін. Бүгін келген себебіміз, мен Бағдәулеттің нағашысымын. Мына бауыздау құдағиларыңыз Балзия деген әпкем. Бұның жездеміз Досмұхаммед деген үлкен ер азаматтығын өмірдің өтті ол кісі. Сол кісінің ұрпақтары ғой жаңа. Бағдәулет, Нұрдәулет, ертең тойларда танысасыздар. Ол кісі өз қызмет бабымен келе алмады. Сосын әпкеміздің қасында отқан құдағиларыңыз Қыз сұлу деген құдағиларыңыз. Сосын және
құдаларыңыздың қарындасы Нұрсұлу. Бұл кісілер жаңа Алматыдан келген. Бірақ құдағиларыңыздың құдағиы Сұлугүл. Сұлу. Бәрі Сұлу. Мекта отқаныңыз құдағиларыңыздың қарындасы, сіңлісі Дариға. Нағаш әпкесі. Бұл Сарыағаштан келіп отыр. Сосын мекта Қарекең деген осы жаңа Бадәулеттің ағайынды ағалары болып келеді. Сосын түп нағашы Қуат деген жігіт отыр. Сарыағаштан келді ол жігіт. Қайрат жиен. Біздің жаңағы құда баласының жиені. Әпше. Құдаларымыздың ең үлкен әпкесі. Енді бұрын алдын мен кішкене мұндай көп жиында болмаған, қызметте жүрдік бәріміз. Сосын танысып отырдық. Айбет бістер, мына жақта Айдын деген және жоқ былай тауып қачу жерден кетіп жатырмын ғой. Айдын жоқ үлкен шығар енді. Құдаларымыздың қарындасы тоже. Сосын құдаша болады. Мына Әділет деген күйеу балдарыңыз, бұл әпкеміздің қызының Динара, үлкен қызы. Бадәулеттің әпкесі. Осының жолдасы Әділет. Сосын мықты отқан келіні, құдағиларыңыздың келіні Нұрдәулет құдаларыңыздың жолдасы Рахия. Абысын кім о? Сосын бізде жаңа ең кенже қызымыз, құдағиларыңыздың қызының жолдасы отыр. Бұл жерде күйеу бала. Жәнібек. Осы асаба. Шабалақ, қошемет, құрмет. Керемет. Әл енді құдағдайлардың бәрі сұлудан басталадың, біз жақтағы сұлулармен красавчиктерді таныстыра келді. Жаны, кім? Сіз бастап сөйлемен түсіндірді. Мына стол таныстырып шетінен. Болады аға, маңыз. Ал, аман есен келгендеріңізбен, оң аяқтарыңызбен құтты болсын. Біз енді таныстыра кетсек, бұлай қарай осы жерден бастап бұлай таныстыра берейін. Мен өзім жаңа Балжанның туған нағашы ағасы болайын. Ләззат құдағиларыңыздың ағасы, ең үлкен ағасы. Менен кейін 7 қарындасым бар, менің Ләззат екінші қарындасым. Ләззат, ол менің екінші қарындасым, мен сол ең үлкен ағалары болады, есім болады. Мен жанында отырған менің шешем, құдағиларыңыздың шешесі. Ойымды көрсетіп қояйын. Үлкен құдағиларыңыз, есімі Құмаркүл. Ол кісінің жанында отырған, қазақша айтқанда менің қайненем, есімі Мейрамкүл, мұнда отыр. Одан кейін отырған мен 4-ші қарындасым, енесі Оралкүл. Одан кейін мен 5-ші қарындасымның енесі Зәуреш. Содан кейін отырған менен кейінгі менің есім Болат болса, бұның аты Жанат. Менің қарындасы менен кейінгі. Одан бұлай қарай кете береміз ғой бұлай. Бұл кісілерді мен енді танымаймын. Мен бұл өзі таныстырам дейді. Нағашылар жағын таныстыр. Нағашылар таныстыр деді. Қазір біз әкпеміз екеміз түтті берме бән айтып береміз қазір. Бұлай да. Одан кейін жаңа Ләззат дедік қой құдағилар. Одан кейін Бақыт қарындасым бар мына жерде мінекей. Күйеу балалардың бәрі жұмыста, оның үстіне бәріміз тойға барайық деп отырмыз ғой. Бақыттың кезі Салтанат деген қарындасым бар, ол сіздер жаңа Ташкентке тойға кеткен келген жоқ. Содан кейін Сандуғаш, мен жаңа айттым ғой, Оралкүл деген құдағиым, сол кісі келіні, күйеу балам Алма жәрбе. Айттым, таныстық. Зәуреш апам, мінекей, Алма күйеу бала. Так, одан кейін Бағлан, міне, бұда мен қарындасым. Сандуғаш қарындастарым, туған қарындастар. Сіздерге құдаша болады ғой бәрі. Ал, одан кейін... Одан кейін, так, мына жерде... Менің нағашы қарындасым. Есімі Гүлдар.
Одан кейін мына құдағиларыңыздың подругасы есімі Эльмира. Одан кейін отырған менің өкіл қызым есімі Қарида. Мына мен жанында отырған бұл менің жиен қызым бөлелер. Жаңа кімге маған жиен болады ғой. Кімде? Балжанның туған бөлесі есімі Анарка. Одан кейінгі туған бөлесі Әсел. Ал енді мына жер болды ғой, мына кісі енді мына отырған жігіттер, бұл менің үлкен ұлым, есімі Дулат. Одан кейінгі ұлымның аты Ерзат. Мен жаңа келінім бар, оған жақта келін жанында отырған, кім жанында отырған. Ал әкпе? Рая қайда? Мен келіншегім бар айтқандай, соны таныстырайын, тоқтаңыз деді. Ол кісі ана қазан ошақтың басында еді. Ал құрметті мына құдағилар, келген қадамдарыңызға нұр өтсін, келгендеріңіз құтты болсын. Енді мен мына Қарақөл әулетін мына Бекболаттың әпкесімін. Бекболат менің мына құдаларым сіздің. Ана құдағиыңызды таныстырып қой сіздермен. Енді Қарақөлдер тұрыңдар. Вперед! Бекболаттың 2-3 ағасы, 5 інісі бар. Солар отырған яқтағы. Тұрмайсыңды ме? Ең үлкені Бақтағам жаңа не ашып берді ғой, жаңа тойды басқарып берді. Соның келіншегі Мира, қолын көтер. Соның келіншегі Мира, Бақтағамыз, одан кейінгі менен кейінгі Мұрат інім бар, Астанада тұрады. Оның келіншегі Биғайшамыз, сіздерге шай құйып жүрген келіншегі. Одан кейінгі Болат інім анау, қой қолыңды көтер. Оның келіншегі Айжан қайтасың әй? Айжан анаяқта жүр. Одан кейінгі Бекболат мынау, оның келіншегі міне құдағиларыңыз, міне құдаларыңыз. Одан кейінгі Нұржан інім қаяқта? Нұржан інім, келіншегі Зәрима Қазан ошақта жүр. Одан кейінгісі Амангелді інім Астанада, ол келген жоқ, келіншегі Айжан. Қайдасың Айжан? Ана аяқта Қозан ошақта жүр, танысасыздар. Одан кейінгі сіңілім Гүлназ іні. Одан кейінгі сіңілім Гүлжан. Тағы бір інім бар, Бақберген, ол неде, Астанада, келемеді олы. Мына біздің әулетіміз осы. Таныстыңыздар ма? Одан кейінгі көршілер, мына кісі, мына көршісі, осы Арыстан аты. Келіншегі Елмира, ана 3-4 көршісі отырады жерде енді. 4 көрші. Сол біздің енді неғылғандарымыз. Шапалақ, қошемет, құрметті. Бәрін танып алдық деп айта алмаймыз. Енді келешекке тағы да таныса береміз, жақындап. Енді рұқсат етсеңіздер, біз асилайтын біздің құдағилар осындай деп асаба төріне келетін, ағынан алғашқы ақ тілекті айтып беретін, құдаң құрдасындай, құдағиың сырласындай болып кеткен байырғы құдағилар есімдерін ата кететін болсақ, Мейрамгүл құдағи, Орынкүл құдағи, Зәуреш құдағи, Эльмира подруга деп жазып қойыпты. Ортаға келіңіздер, асаба төріне бір алғашқы ақ тілек. Құдаң құрдасындай, құдағиың сырласындай болған құдағилар. Байлық сенің жан-жараңды емдеме, Келіңіздер гәні. Есім аталған сенің. Енді сіздерді мен ортаға шақырып атқан себебім танысып біліп алсын деп жатырмын. Құдасы қайсы, құдағиы қайсы, жолы қайсы деген ниетпен. Енді рұқсат болса сіздерде үлкеніңіз қайсысы? Өзіңізден бастайық. Құрметті құдалар, келген қадамдарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Бекболат, ләззат айналайын, мына қыздарыңды ұзатайын деп жатыр екенсің, орны құтты болсын. Бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын. Осыларыңның қызын көріп, шапқылап жүре беріңдер. Немере шөбере сүйіңдер. Мына апалардың, аталардың жолын берсін сендерге де. Бәрекелі, айтқаныңыз келсін, айтқаныңыз періштеге шалынып, Алла аумин десін. Енді апам жолын осы құдағиға берем деген ниеттен. Сіздер келіспеңіздер, оған отыра тұрайын мен десін. Келіңіздер гәні. Мына кісі, қаладан келді ғой мен. Жарайды, рахмет енді. Біз жаңа айтылды ғой енді, құрметті құдалар, кішкене не жасап кетейін енді.
мынау жаңағы Болат, мына Ләззаттың ағасы, үлкен ағасы, соның соңынан ерген 7 қыз деді. Сол 7 қыздың мен 5-ші қыздың енесі боламын енді. Мына кісі 4-ші, соған кішкене жол беріп атқаным ғой, енді сен үлкен қыздықсың ғой деп енді. Ал жарайды енді, құрметті енді тойшыл қауым, мына бір керемет жақсы той өтіп жатыр. Ол мына біздің Ләззат құдашамыз, Бекболат құдабаламыздың отының басында, шаңырағында алғашқы қызығы. Сіздер мінекей мынандай қыз алып кету рәсіміменен, жолыменен келіп жатыр екенсіздер. Қош келдіңіздер. Келген аяқтарыңызбенен осы үйге құт береке кірсін, нәсіп кірсін. Алла сіздерге де енді ойлаған мақсаттарыңызға жетіп, Алла аман жолын беріп, қыздарыңызды қолдарыңызға қондырып, алып қайтуға тілектеспіз. Ал енді бір жақсы жермен жегжат болып отырсыздар. Мен енді ана келінім маған шай бермей қояды деп мақтамаймын. Но бірақ болған әңгімені айтқым келеді. Мынау біздің жаңа нағашы апасын көрсетті ғой, енді Ләззаттың мамасын көрсетті ғой. Керемет бір жақсы жерменен жегжат болып жатсыздар. Ләззат қандай, басқа қыздар да қандай, конечно, барлығы керемет тамаша. Мынандай бір жақсы отбасы, өсіп өнген жер. Сіздердің сол құдалықтарыңыз ары қарай 1000 жылдық болсын деймін. Ал енді Ләззат, Бекболат айналайын енді. Мына балжандай қызды өсіріп, өзінің қолынан нанын ұстатып, оның нанын жегізіп, енді өзінің нағыз баратын жеріне